Ана баланың аузы дуаланған сегізге 4 тек жаңалықты айтып отырамын. Түсіндіңіздер ме? Мен мына жерден қанша схема ауыстырдым адамдарды түсіндіру үшін. Күніне мен кірдім міне қазір ана орыс группаға. Оларға уже көрсеттім, схеманы жаңарту керек. Минут сайын жаңартып отырамын. Сол үшін оқу бізде бітпейді. Оқу жаңартылмай қалса оқу бітеді. Түсіндіңіздер ме? Ол менің кәсібім. Жаңашылдық қоясыз? Я обновление знаний. Білім әр заманда жаңартылып тұру керек. А мы хотим бір рет оқып алып, соны пенсияға дейін соны. Ал өмір тоқтамайды, өмір. Бұрын Дубайда 10 жыл бұрын қандай үйдер еді? Мен 11-ші жылы келген бірінші рет Дубайға. Ой, немене келдім, мынау түкі жоқ қой. Қазір келдім, уже Дубайда 100 этаждық үйдер. То есть обновление жүріп жатыр, прогресс. Әр адамда Құдай бір қасиет берген. Әр адамға. Маған 4-ке жаңарту берген, білімді жаңарту. 3 сол білімді системаға кіргізеді. 5 оны сата алады. Түсіндіңіздер ме? 6 сол біліммен психологияға пайдаланады. 7 сонымен технологияны өзгертеді. Илон Маск. 8 оның нәтижесін шығартады. 9 схема жасап елге әрекет жасайды. Түсіндіңіздер ме? Соның бәріне білім жаңартып отырған кезде ғана өмір өзгереді. Мен қазір нені қарап жатырмын, изучать етіп. MBA деген бизнес институттар. Олар системаға үйретеді. Система. Бір система алды ма, копировать етіп, сол системаны істеп тұрады. Бірақ миссия 4 пен миссия 7 деген адамдар бар. Мен жаңартам, миссия 7 инноватор. Сол идеяны іске асыра алады. Екі адам. Егер ондай болмаса, система күннің күнде тұрып ескіреді. Сол үшін өмірді жаңартып отыру. Түсіндіңіздер ме? Мынаған түсінік келді ме? Келді. Айгерім, қай сан туралы болса да айта беремін. А мен уже сандар туралы айта алмаймын. Мен тек 4-тің тірілгеннен айта аламын. Түсіндіңіздер ме? Айгерімнің бәр тілі сайлап тұр. Бәр тілін айта беремін. Бұл миссияға дейін ғой, я? Ол миссияға дейін, я. Сол үшін адам баласы институтқа оқиды, бәрін сол 33-ге дейін оқып алып алу керек. Қабылдап тұрған осы ғой. Сол адамның санасында 3 реалии существует. Субъективный реалий, объектив, сверхобъектив. Мына адам өзінің субъективін түсіну керек те объективқа көшу керек. Объектив деген өлшенетін зат. Килограммға, ақшаға, метрға, бұл объектив. Сіздер маған келдіңіздер ме, білімге келдіңіздер ме? Білім. Білім дегенде маған қатысты емес, ол объективный зат. Білім измеряется, например, сөйтсай заң бойынша парақпен өлшенеді. Мен сіздерге, мен всего лишь тренермін. Сіздер мен мынаны алуға келдіңіздер. Түсіндіңіздер ме? Бірақ ол заңмен заңдастырылып тұру керек. Мына жерде заңмен заңдастырылып тұр. Сіздер мына білімге келдіңіз. Сосын онымен сегундға келдік деп қояйын. Сегунда ол сатып алынатын дүние ғой. Ол да заңдастырылған сатып алынатын дүние. Ол да мына жерде. Объективті біледі. Объектив. Түсіндіңіздер ме? Қалай жұмыс? Соны білу керек. Адам объектив, субъектив, сверхобъектив. Ол сендерде бар ма программада? Соны үйретіп бастық керек. Сол кезде өмірлеріңізді жөндей барасыздар. Біз ел не дейді, ел айтты мен күн көреміз ғой, қапны жүріп. Объективқа айналысу керек. Например, есть развитые страны, есть развивающие страны. Екеуі. Дұрыс па?
Развитый страна қайсы ол? Иә, Америка, о, дұрыс технологиясы. Америка, Германия, Франция. Мына жерде бізде СНГ. Сонда біздің неміз бөлек аналардан? Жоқ. Мнение, убеждения неверные. То есть мы же без теплое доверие өмір сүреміз. Теплое доверие деген, ой, бүгін бізде махаббат келдік, үйлендік. Ертең бөліспейді. А сен объектив холодный, бұл жерде бәрі заңдастырылады. Қалай бар солай? Иә. Өзгермейді дейсіз ғой? Hard skills, заңмен заңдастырылып қойған бәрі. Бұл жерде технологический процесс жұмыс жасайды. Мына жерде технологический процесс жұмыс жасайды. Түсінді? Hard skills бұл технология жұмыс жасайды. Сол үшін Америка неге бай? Ол адамның миын сатып алады. И развивает технологию. Дұрыс па? Вот это бизнес проекті hard skills деп айтады. Тяжелые навыки. Соны үйрену. Мына soft skills біздің ой пікіріміз. Ол бүгін былай, ертең былай. Иллюзия. Әрбір секунд сайын өзгеріп жатады ғой. Иә, өзгеріп тұрады. Себебі біз әр дақта, әр минут сайын біз ВПУ алғымыз керек. ВПУ-ды өттіңдер ма? Бас пайда, ыңғай, өзімізге ВПУ дейді. Адам осыны алу үшін өмір сүреді. Адам осыны, біздің нәпсіміз үшке бөлінеді. Нәпсіміз бірінші бақыт іздейді. Бақыт іздеу деген не? Мынау. Алу. Алу. Қызық, қазір ойласа. Сонда бәріміз не үшін өмір сүреміз? Алу үшін өмір сүреміз. Ана объективке қашан жетеміз сонда? Сол, сен объективқа жету үшін жақсы аласың. Объективқа барсаң, онда сен жақсы аласың. Субъективта тұрсаң, сені ала алмайсың. Сол, объективқа сен сабыр арқылы келесің. Біздің жұмысымыз өмірде бас пайда алу. Соны айтып отырмын да, біз қазір... Ал оны сен қашан аласың? Тек объектив көшкенде. Объективқа адам қалай көшеді? Сабыр арқылы көшеді. Кеше сымбат айтып отырмын. Түсінді? Сабыр деген біздің эмоциямыз. Объектив деген суық ақыл. Сен суық ақылға көшкен кезде сен санай аласың. Түсіндіңіз? Сол үшін ең бірінші адам санасын сабырға келу керек. Иә. Міне қараңыздар. Мынау бізде подсознание дейді. Мына жерде тұр сабыр дейді. То есть сен өзі эмоцияңды сабырға келсең, онда сен мына жерге келесің. Міне. Суық ақылға. Суық ақыл объективная реальность. Бұл жерде ол өлшем бар. Бәрі өлшенеді. Суық ақыл расчет. Сол арқылы сен парасатойға жете аласың. Парасатой деген Құдайдың ісі. Бұл бизнес. Қалай жету керек. Не үшін біз оны істейміз? Себебі біз мына ВПУ-ды алу үшін, бас пайда табу үшін. Түсіндіңіздер ме? Сол кезде сана жұмыс істейді. Кімде бизнес бар сөзді? Бар ма ондай адам? Не істейсіздер? Мен сетте істеймін. Сіз қыраны? Сауда. Сауда саттық. Миссияң қандай? Туған күніміз миссиям 7. Ол саудагер емессің. Сен кім? Мен организатормын клубтың. Жоқ, ол емес. Ол бизнес бар. Магазин. Общий сумма қанша? Оборот оқыт. Жоқ, оборот керек жоқ. 2. Отыз саудагер емес. 1-де 4 саудадан. Миссияға. 6-да 2. Отыз саудагер емес. 9. 6-да. Саудагер емес. Бұл жерде жоқ саудагер. 5-да 4-те 5 болса. 4-те 5 болса. 4-те 8. Болмайды саудагер.
Ол сіздер тоқтаңдар. Сіздерге ол профориентация, кәсіби. Бізде кәсіби бағдарлама бар. 4 күн оқисыңдар, 5-ші күні соны түсіндіре бастаймыз. Әр адамға жазылған. Абай айтады ғой, өзі кірпішті тауып, соның аты профориентация. Әркім өзінің кім екенін, іс-әрекетін білу керек. Түсіндіңіздер ме? Сен өз іс-әрекетіңді білсең, онда дәл өз орнына түсесің. Сол керек қой бізге. Біз, например, сөтсайды кім не деп айтпады, біз неге тоқтамаймыз? Мен өз әрекетімде тұрмын, өз іс-әрекетімде мен сәйкес. Профориентация. Адам деген азаймайды, байқадыңдар ма? Не айтып жатса да сөтсайды, сектор деп жатса, не айтса да адам тоқтамайды. Қанша мектептер ашылып, форумдар болды, бәрі уже жабылып, бәрі. Біз тоқтамайды. Неге? Потому что ол менің профориентация. Кәсіби бағдарлама. Осы қазір 4 күн оқисыңдар, 5-ші күні түстен кейін уже профориентацияны бастайсың. Түсіндіңдер ме? Сол үшін бізде мына қазіргі оқығандардың 2-ге бөлінеді. Қалай біз өмір сүреміз, қалай профориентация болады. Келесі мынау экспертность, бизнес экспертность. Анжақта өтіп жатыр, қазір Арина деген қыз беріп жатыр. Ол бизнес экспертті қалай бизнесі экспертиза жасау керек. И үшіншісі уже коуч. Сол біздің программа соны. Соны 10 жыл бойы мен соны адамның психологиясын зерттеп, 10 жыл бойы четко шығардым. Расчет. Все высчитано. Любой адамдықты высчитывается. Туған күні сәйкес келсе болды бітті. Ол адам неше түрлі айтса да четкий расчет это работает. Не сұрақтарың бар? Туған күні жоқ адамдар үшін. Мысалы, мен мамам кеше де Сымбат ханымнан сұрадым. 19 туылдым деп айтады, адам по факту мінезде вообще сәйкес келмейді. Жоқ, ол енді месяц ауысқан соң ауысып кетті. Іс-әрекет бөлек. Сіз іс-әрекет туған күнмен шығады емес пе, есептегенде? Жоқ. Общая сумма іс-әрекет бөлек емес. Сендер миссияны өткен жүрсің? Жоқ, ұстаз, біз портфолиода жүрміз ғой. Өт. Осыдан кейін миссия. Ну все, онда көресің. Ол іс-әрекеті бөлек болады. Туған күн ол менің не қалаймынға Жатады. Іс-әрекет мен 19 күн. Менің іс-әрекетім бөлек. Менің іс-әрекетім 4. Сенің шешенің іс-әрекеті бөлек. Реализация души, мысалы, реализация души, іс-әрекетке қалай? Реализация души ол біздің бойымыздағы қасиетіміздің дамуы. Егер мен, например, неге жаңарталамын бәрі? Себебі менің бойымда идея бар, бір болған соң. Мен бір болған соң кейін, мен басқаруым керек. Егер мен басқармасам, онда реализация жүрмейді. Түсіндің? Мне лошадь қойшы қайтады. Пробел 20, пробел. Міне, бірдің басшы немесе автономдық жұмыс. Стратегия жаңа оны еңгеру. Наоборот тұр ма? Осылай соңғы программда осылай жіберді ғой ұстаз. Қараңыз, стратегиясы. Мынау стратегия ма? Мынау не? Мынау реализация. Жылғаның жүзеге асу, реализация. Міне, мынау сендер реализация. Орысша айтқанда. Мысалы, мен 1-де 4-пін өзім. Мен 1-де 4-пін. Иә, мен сияқты. То есть, біздің стратегиямыз, қазақша жазылған, маған өте басшылық және немесе автономды жұмыс қой ұстаз. Нәпсім, сенің менің нәпсім осына қалай. Жан дүниеміз стратегияны реализация кіргізу. Сол кезде біз рахат аламыз. Реализация души. Иә, реализация души. Реализация души деген ол энергия.
менің басқашасы көрсетейін. Мына мен тұр. Бізде первый роль играет потенциал. Менің потенциалым қандай мына жерде? Қандай сандар бар, да? 1, 1, 1, 6, 9, 2. Это мой потенциал. Потенциал должен быть равен энергии. Энергия тең болу керек идеяға. Идея тең болады неге? Ақшаға. Түсіндің бе? Егер менің мына потенциалым өссе, энергия өсе керек. А потенциал неден өседі? Білімнен өседі. Міне, сен мына жерде білімді алып, толтыра бересің. Мынаның бәрі жай сан емес, бұның бәрі энергия. Потенциалың өссе, білім артық. Айтады ғой. Знание – сила деп айтады. Естідіңдер ме соны сөз? Знание – сила. То есть, мына сенің бойыңда қабілет өсу керек, қазақша айтады. Бұның бәрі энергия. Менде, например, мен матрицамда 4 деген сан жоқ. Жоқ. Бірақ миссияңыз көп. Ол миссия ол барын береді ғой. Миссия мына барын береді ғой. Түсіндіңіздер ме? Егер менің бойымда білім жоқ болса, ол обновляться етпейді. Дұрыс. Иллюзиямен тұрады. Ал егер мен білім алдым ба, мен сол білімді жаңарта аламын. Түсініп келді ме қалай? Түсіндірсің? Например, 2002-де мен ақша таптым. Нормальный ақша. Соң кейін елдің бәрі бизнес жасап жүр. Түріктермен мен жұмыс жасап. Оларда есік шығарады, терезе шығарады, тура. Мен соған жүріп қызығам аналар. Сонда ойлап жүрмін, не ашсам, ең ақында сол $100,000 ақшамды құртып, сонымен бітті. Болмады менде. Неге? Себебі білім жоқ. Қабілет жетпейді. 8 деген сан жоқ, тәжірибе жетпейді. Түсіндіңіздер? Сол себептен знание сила дейді. Қазір менде білім бар. Тәжірибе көбейіп келеді. Біреуді оқытқан сайын, менде тәжірибе көбейіп. Түсіндіңіздер ме? То есть, получается, менің потенциалым күннен күнге өсіп келеді. Потенциалым өсіп келеді, энергия тең болады. Энергия арқылы не? Менде идея көп болады. Идея маған не? Ақша келеді. Келісесіздер ме? Егер сіздер менің эфирімді тыңдасаңыздар, бір 3 жыл бұрын, 4 жыл бұрын. Вообще адамдар менің эфирімді тыңдап, қойып, мына адамды қалай тыңдайды. Ол эфирлер сәйкес емес қазіргі жаңалыққа. Ана кім? Ахметбек. Өте дұрыс айтады да. Маған өзіме сол кісі өте ұнайды. Ол айтады да былай. Мен Жанаттың бірінші Алматыда өткен мастер-классына бардым дейді. Сонда ең бірінші жақсы орыстың жігіттері шықты дейді. Жақсылап сөйлеп орыстың жігіттері. Содан кейін ardından Жанат шықты дейді. Не қазақша сөйлей алмайды дейді. Не орысша сөйлемейді. Сөйлей алмайды. Ол шын солай болды. Түсіндіңіздер ме? Немене жетпеді сол кезде? Қабілет жетпеді. Қабілет жетпеді. Түсіндіңіздер ме? Бірақ адам айтады ғой, сөйлей, жем боласың, көре. Міне, осы, одан бері міне не жыл, 5 жыл өтті, 20-шы жыл болған нәрсе. Қазір міне 25. Практика жүзінде толтырдыңыз. Практика, тәжірибе, 8 жинадым. Сіз жаңа матрицаңызда жоқтағы биді жинадыңыз ба? Иә, матрица жоқтағы. Тоқтамай істей берем. Мен елмен спорға түспеймін ғой, бәсекеге.
істей беремін өз жұмысым. Все. Болды. Қазір менен артық осы білетін адам жоқ. Мен елдің көзінде өскен адаммын. Мен неше жыл болды беріп беремін. Ана скрытый действие жоқ, бәрі ашық. Ашық түрде. Иә, күнде Инстаграмда беремін, бәрі ашық түрде беремін. Иә. Иә. 33-ке дейінгі сандарды, мысалы, айнені тез қабылдайды ғой. Иә. 33-тен асып кеттік матрицамыз. Қиындау болады. Немізді қиындау болады. Иә. Сондағы жоқ біздегі сандар. Менде, например, 3 жоқ, 4 жоқ, 5 жоқ, 6 жоқ. Иә. Олардың бәрі мендегі жоқ сандар ғой. Иә. Вообще қабылдай алмай жатыр ғой сол сандар. Иә, қабылдап Жоқ, мына қараңыздар. Мен басқаша айтайын сендерге. Например, мен мына темек заводта істегенім бірақ жыл ғой. Темек заводта заданияда алам, головнойда. Анализировать етіп, 2-3 күнде отчет берді. Соң келемде, ана компьютерға қарап отырамын. Анализировать еткім келмейді. Соң кейін не істейсің? Ана жұмысшыларымды жинаймын. Бәріне задание беріп беремін, мақсат беріп беремін. Мен мақсатшымын. Олардың бәрінде высшее образование бар. Олардың бәрін жинап, мақсат беріп, отырам тосып. Кешке таман олар отчеттерін әкеле бастайды. Иә, соны өтесің. Ал енді мына білімді тексеріп көрсе, қай зат жоқ, сен ұнатесің. Сен соны істеген келмейді. Соны істеген келмейді. Істей алмайсың соны. Түсіндіңіздер ме қалай? Қазір мен қалай жұмыс жасаймын? Мен қазір мақсатты білемін. Менде 6 мен 9 бар. Менде 6 мен 9 бар. Мен білемін. Менің мына сөзсай қалай біту керек. Мен осыны соңғы 4 жыл болды құрастырып жаңарып келемін ғой. Қалай болу керек екенін білемін. Бірақ менде 3 жоқ. 3 отвечает за время. Уақытқа отвечает. Анализ отвечает за время. Мынау жоқ болған соң кейін біздің біліміміз көп созылып келеді. Соңғы мен балалардың бәрін табамда, бәріне мақсат берінде отырам, схемаларды бұлай көрсетіп айтып отырам. Олар жасап әкеп отырады. Мен оларға айтып отырам, бұлай істе, бұлай. Мына плакатты бұлай істе, мына плакатты бұлай істе, мына схеманы бұлай істе. Түсіндіңіздер ме? Мен білем, мақсат қоюды білем. Бірақ анализға келмейді. Бірақ конечный результатты білем. Алды бар. Конечный результатты білген соң кейін, мына балалар жасағанды өзгертіп мынаған әкеледі. Түсіндіңіздер ме? Отта. Сонда сіз жаңартып отырасыз әрдайым да мына нелерді. Сол кезде адамдарды қарап зерттеу. Конечно, сен не деп айтасың, қалай сөйлейсің, сен мына азап шегу. Например, мына сымбат. Бұл тәкаппар адам. Иә, кезінде бұл сымбат дағдарысқа түсті. Бізде нәпсінің 3 бар. Бақытсыз дейді, азап шегет, дағдарысқа түседі. Енді бұл келді де, қазақшаға аударды да Құдай ұмытты. Сабақ бергенде Құдай ұмытты, соны алып тастады. Алып тастағанда бұл страдать етті де, соң кейін, все. Депрессияға түсті. Разрушение не деп айтамыз? Дағдарыс. Күйреу дағдарысқа түсті. Все. Мен соны қарап отырмын ғой. Қалайны? Нәпсі қалың болған сайын адам дағдарысқа түседі. Нәпсің қалың болған сайын сен не азап шегесің, не дағдарысқа түсесің. Нәпсің қалың болған сайын. А нәпсі деген не? Нәпсі неден құралады?
нәпсі сенің туа біткен мораліңнен құралады. Мораль өттіңдер ма? Моральді әлі өткен жоқпыз қазір. Қалай өтпейсің, ол сразу өту керек. Жоқ, біз ана не бар ғой, ход мысли, сол плакат бойынша ана кусокты бердік, энергия иемен. Жоқ, аны неде жазылған жоқ па не? Жоқ, бар ода, ол неде тұр. Біз ана алғашқы конспект жазған кезде помните, мен сізге нанымды түсіндірдім ғой, наным деген не? Ол қайдан қалыптасады? Нанымның екі түрі болады, біреуі инстинктивный, біреуі традиционный. Оны айтып кеттік ұстадық алғашқы күні. Жоқ, моральді сен айтылмаған ғой, мораль. Сен мораль қандай? Білмейді оны. Қай туған күнің қандай? Сегіз, бұның мораль жазылмаған ғой, значит, мындай, мына число сознанияда мораль жоқ қой. Ол миссияда бар, число сознанияда жоқ. Біздің число сознания конспектіда мораль жоқ. Оны қазір біліңдер. То есть, мораль жазылу керек. Мен өткен жолда проблема бар. Сол мораль число сознанияда жазылу керек. Орыс тобындағы конспект пен қазақта бірдей, обновленный. Онда соны жазып қойыңдар обязательно. ЧС-қа кіргізу керек. Конечно, ол сен туа бітті, бұл уже бұның моралі не? Тәртіп. Бұл тәртіп сүйетін адам. Сен оны байқайсың ба? Иә. Өзің. Сол нәпсі арқылы ол миссияда отражаться етеді. Например, нешедесің сен? Нешедесің? 35. Бұл тәртіпті реттеуші бұл. Бір деген миссия ол реттеуші адам. Бұл өзінің тәртібін реттеуші адам. Через традиции. Бір деген ол салт дәстүрді қалайтын адам. Сен оны білесің бе қазір? Өзінің салт дәстүрді әр ісіңде салт дәстүр. Бір адам қате былайынан киініп тұрса, например, салт дәстүрге сәйкес болмай тұрса, сен киіп тұрасың соған. Әйелің бар ма? Ажырасып кетті. Неге ажырасып кетті? Қараң. Неге? Маған қара. Таймайды. Айтсаңшы, мені қорқасың. Измена болды. А ол измена неге жатады бізге? Контроль. Жоқ. Салт дәстүрді. Дұрыс ұстамаған ба? Иә, салт дәстүрді дұрыс ұстамаған. Түсіндің? Сол үшін ол әйелі салт дәстүрді сақтамады. Түсіндің? Егер бұның миссиясы екі болса, ол ойланады. Адам миссия бір адам әр заманда бөліне береді, бөлсе береді, разводқа. Миссия бір разводқа кете береді. Ғида. Төрт емес. Миссия бір разводқа. Ол потом түсіндірем, ол дамыз. Ғида жалғыз болса, жаны рахаттанады. Байқайсың ба? Жалғыз болса, жаны рахаттанады. Ешкімге жауапты емес болса да. Иә, ешкімге Контроль. Өз-өзіне. Ешкімге тәуелді болмасам, рахаттанады. Өзімен өзі болса. Сондай информация кетті. Ана балаға, артта отырған балаға, әр заманда жұмыс керек. Оған да әйел керек. Сонда қон деймін. Айтасың ба солы? Иә, оған тек жұмыс керек. Мынаған жалғыздық керек, басқару керек. Все. Қайда білдің сол кісіге жұмыс керек? Менен білгіш болмаса. Әр адамды 10 жыл бойы зерттеп келген адаммын. Сол үшін менде опыт бұрғанда 8 деген қабілет қайдан табылды? Опыт. Ол опыт, тәжірибе. Мен қарап отырсам, ана қыз ең, сен бірсің ба? Мен қара, жарық. Ана бір жасы үлкен шығар, 40-ға қалдың ба? 45-те. Қарасаң қыз сияқты. Бір деген адам әр заманда жас тоқтар. 1 мен 9 кәртеймейді. 1 мен 9 кәртеймейді. Мен айтыңызшы. Мен 46-тамын. Жоқ, сен кәртейесің 46-та болсың. Ол жаңыз түрде емес, мінезде. Сіздер түрді қарайсың.
мен мінезді айтып отырмын. Бір деген сан картаймайды, мінез картаймайды. Әр заманда жас бала сияқты. бала сияқты. 9 бала сияқты. Бірге әр заманда көмекші керек қасына. Картайсың. Ал жейсің. Bir qatayman. Картайма тұрып ал жейсің. Жердің ауруы ол ең бірінші алжы, тез алжиды. Иә, мына жерде ана денсаулық плакатын қос. Бәрі рассчитан. Денсаулық плакаты. Мына жерде бәрі аурулар жазылған. Көрдіңдер ме? Ұстаз жаңа сөзіңіз аяқталмай қалып, адам күйреуге не үшін кетеді дедіңіз да, мораль дедіңіз да, мораль деп қалдыңыз да, мораль жазылмайды деп айтпай кеттіңіз, соны айтыңызшы. Жоқ, моральдың бәрін қайтадан әлемде сөйлейтін деді, моральдың бәрін жазып өттім деді. Себебі әр адамның моралі бөлек қой. Сенің мораль деген сөз, ол наным ғой. Наным убеждение. Нанымның ішінде мораль да бар. Социальный убеждение бар. Үйден алып шыққан. Келісесіңдер ме? Мектептен үйден алып шыққан убеждение бар, солай ма? Қазір сендер осыны оқып жатып, сендер наным аласыңдар ғой. Социаль деген тек сол ғана дұрыс деген. Солай ма? То есть сендер убеждение аласың. Наным. Сен басқа біреумен жұмыста келіспей қалдың ба? Сенің не? Нанымың келіспей қалды. Сол кезде мораль қосылады. Мораль іс-әрекетке апарады. Мына баланың нанымы келіспеді, моралі бір. Бұл тек традицияны ғана қабылдайды. Салт дәстүрмен жүретін адам. Соған түрінде сәйкес болмайды, моралі бірге апарады. То есть шарт шабады. Свой, чужой. Ол қарды сатып кетті ма, болды. Все. Сатып кетті деп санайсың. Байқайсың ба сол? Предатель. Все предатель болды. А мен, например, бір болған соң кейін, мен бұл баладан 70%-ке нәпсім қалың. Ол жағынан. Себебі мен де бөлім. Свой, чужой. Түсіндіңіздер ме? Менің свой болса, менің 4-ім бере бастайды. Честно. А если чужой болса, 4 бермейді. Нечестно. Түсіндіңіздер ме қалай? Нәпсі бөліп тұрады адам. Нәпсіде тұрады. Сол үшін бизнес жасау үшін адамзатты бөлмеу керек. Бізде неге адам тоқтамай келе береді? Мен бөлмеймін адамзат. Адамның жақсы да бар, жаманы да бар. Свой чужой бөлмеймін. Значит, мен адамзатты бөлмесе, менде клиент көп. Түсініп келіп жатыр ма? Менің миссиям 4 болған соң кейін, ол мүмкіндік. Мен соны адамды бөлмесем, бүкіл адамзатқа мүмкіндік береді. Түсініп келді ма? Ал енді мына баланы алайық, бұл 8 болған соң, бұл өте тәртіпті жігіт. Регламентпен жүреді. Өте тәртіпті адам. Сол үшін бұл бөледі. Жалқауға, не жалқау емеске адамдар. Делит людей на успешных, неуспешных. Санасы сондай адам. Байқайсың ба сон? Саған это важно. Успешный жетістікке жетпеген адамдардың санасы бөліп тұрады. Значит, жетістікке жеткен адамда бір іс-әрекеті свой деп санайсың. Солармен қарым-қатынас құрса жақсы. Түсіндіңіздер ме? Сен миссияны өтті ма жоқ па? Өттіңдер ме? Миссияны өткен жоқсың. Оны немен зарылып Түсінеміз ғой. Түсінеміз. Енді бәрін мұны түсіндіріп отырсын, соң келіп мен сіздерге
ертең кіріп тағы тағы да сендер бүгін немнен бітіресіңдер? Қазір портфолионы, одан кейін барып уже миссияға өтеміз. Ага. Ортасына түсіндіретін плакаттарымыз бар. Иә, все хорошо. Ал жақсы. Міне бәрі плакат денсаулық полностью мында жазылған. Несі керек? Міне мына бала. 8. Денсаулығын көресің. Құлақ ауруы, Құлақ ауруы, мылқаулық, сары ауру, есінен ауысу, демікпе, инсульт және белгісіз аурулар. Не бұл сенде? Нәрсін қалың болған сайын уайым көп болады. Нәрсін қалың болған сайын уайым көп болады. Оны ауруға шалдырады. Сол үшін бәріне үйрену керек. Адамның жаманы жоқ, жақсы жоқ. Түсіндің ме? Ол өте қиын. Страшно қиын. Нәпсіні қалындатпау үшін не істейміз енді? Нәпсі қалындамайды қашан? Білім алғанда. Сен қабілет толтырсаң, қабілетің көп болса, онда сенің нәпсің жіңішке болады. Қабілет аз болса, түсіндің бе? Түсініп келді ме? Сол үшін көп оқу керек. Например, талай адам институтта оқып келеді де, қызмет алса көтеріледі, содан құлайды ол. Неге деген сұрақ келеді. Потому что білімнің бәрі қабілет емес. Білімнің бәрі қабілет емес. Ол қабілетке жатса білу керек те білімнің бәрі. Ол нәпсі қалыңдайды. Мен институт бітірдім, нәпсі қалыңдайды. Түсіндіңдер ме? Алды. Келin, Келесі